Яғни бүгін өтетін тақырыбымыз сонымен еліктеу сөз екен. Сөйтіп еліктеу сөз дегеніміз не? Әртүрлі дыбысқа немесе құбылысқа еліктеуден және олардың бейнесін елестету арқылы содан туындаған сөздерді не дейміз? Еліктеу сөздер дейміз. Яғни еліктеу сөздерде сөз табы болып табылады. Еліктеу сөздер екіге бөлінеді, яғни құрамына қарай бөлінеді және тұлғасына қарай бөлінеді екен. Құрамына қарай еліктеу сөздерде басқа сөз табы сияқты дара еліктеу сөздер, күрделі еліктеу сөздер болып бөлінеді. Құрамына қарай дара еліктеу сөздер және күрделі еліктеу сөздер болып бөлінеді. Дара еліктеу сөздер дегеніміз ол бір ғана түбірден немесе негізгі немесе ол туынды түбір болуы да мүмкін тұратын төл еліктеу сөздерді дара еліктеу сөздер дейміз. Мысал айтатын болсақ, тарс, күмп, жымың. Яғни ол мақұл негізгі түбір болсын немесе туынды түбір болсын, бір ғана түбірден тұратын төл еліктеу сөздерді дара еліктеу сөздер дейді екенбіз. Күрделі еліктеу сөздер дегеніміз екі сөздің қосарлануы арқылы жасалған еліктеу сөздер екен. Яғни тарс-тұрс қосарлану арқылы жасалып тұр, қисаң-қисаң бұл да қосарлану арқылы жасалып тұр екен. Тұлғасына қарай негізгі еліктеу сөздер және күрделі туынды еліктеу сөздер болып бөлінеді. Негізгі еліктеу сөздер бөлшектеуге келмейтін түбір еліктеу сөздер екен. Яғни ол бөлшектеуге келмейді. Ол жұрнақ жоқ, жұрнақ арқылы жасалған емес, яғни түбір еліктеу сөздер екен. Олар негізгі еліктеу сөздер болады. Туынды еліктеу сөздер дегеніміз ол түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалған еліктеу сөздер екен. Ол қандай жұрнақтар? Аң, ең, ың, ың деген жұрнақтардың көмегімен жасалған туынды еліктеу сөздерді айтады екенбіз. Мысал айтатын болсам, қисаң. Қисаң еліктеу, яғни қисай деген етістіктен ың жұрнағы арқылы не жасалып тұр? Туынды еліктеу сөз жасалып тұр. Елпең, елп етістік деген елпу, бір нәрсені не істеу? Елпең деген ең жұрнағы арқылы туынды еліктеу сөз жасалып тұр. Ыржың, ыржию, яғни етістіктен туынды еліктеу сөз жасалып тұр. Ыржың, ыржың деп күрделі туынды еліктеу жасалып тұр екен. Түсінікті ма? Келесі үшінші мағынасына қарай бөлінуі. Мағынасына қарай еліктеуіш және бейнелеуіш болып бөлінеді. Еліктеуіш ол түрлі дыбыстарға еліктеуден туындаған еліктеу сөздер. Яғни бір дыбыстың тарс етуінен, бір дыбыстың бір дыбысқа тию арқылы не шығады? Дыбыс. Бір заттың бір затқа жанасуы тию арқылы дыбыс шығады. Сол дыбыстардан еліктеген туындаған сөздер еліктеу сөздер деп айтылады екенбіз. Тарс, сарт, сұрт, тасыр, тұсыр деген салдыр, сүлдір, салдыр, күлдір. Аспан салдыр, күлдір етті. Тасыр, тұсыр ете бермей отыршы тыныш дейді. Яғни дыбыс шығара бермей дегендей. Екіншісі бейнелеуіш сөз. Көру арқылы сипаттайтын еліктеу сөздерді бейнелеуіш сөз дейді екенбіз. Көру арқылы. Не дейді? Бала балпаң-балпаң етіп жүрді. Яғни баланың жүрісін не істеп тұр? Бейнелеп тұр екен. Келесі маң-маң. Мынада бейнелеу сөздерді мысалға айтуға болады. Маң-маң, сылқ, сылқ ете түсті. Құлап, өзін тастап қояды ғой кейде. Жалт, жалт ете қарады. Күрт, күрт сынды. Күрт өзгерді күн дегендей, бірден өзгерді деп айтамыз ғой. Мұрт, мұрт етіп сынды. Қисаң-қисаң етіп тұрмашей. Ыржың-ыржың етпешей деп айтамыз ғой. Бұның барлығы
бейнелеуіш сөздер екен. Яғни адамның іс-әрекетін көру арқылы, бейнесін көру арқылы туындаған сөздерді бейнелеуіш сөздер дейді екен.